Бүгін Алматы халықаралық мектебінің 11 сынып түлектері үшін өте маңызды күн. Бір жыл бойы талмай еңбек еткен оқушылар Moderation сертификатына қол жеткізді. Халықаралық деңгейдегі сертификатты алулары өмірлеріндегі зор жетістіктердің бірі болып қалмақ. Алматы халықаралық мектебінде жас түлектердің құрметіне кішігірім іс-шара ұйымдастырылып өтті. Шараның басты себебі 11 сынып оқушыларының 8 пәннен тұратын емтихандарды үздік тапсырып, халықаралық үлгідегі сертификатты иеленулері. Аталмыш шараға бітірушілермен қатар ұстаздар, ата-аналар, 10 сынып оқушылары қатысты. Бастауыш сынып бүлдіршіндері концерттік нөмірлерін ұсынды. Сегодня в нашей школе прошел замечательный день вручения сертификатов. Наши 20 студентов принимали участие во внешнем оценивании, это называется внешний экзамен. Дети сдавали экзамен по 8 предметам на английском языке. И надо сказать, что этот опыт был первый. Я должна сказать, что этот экзамен очень помогает детям. Они научились работать в команде, они научились критически мыслить, логически мыслить. Они показали свои глубокие знания, которые они получили за 10 лет. Они продемонстрировали все навыки, которые они приобрели. У нас был специальный урок ATL, это Approaches to Learning, где дети на каждом уроке отрабатывали какие-то навыки. Middle Years программ бағдарламасы 11-16 жас аралығындағы оқушыларға білімдерін жан-жақты жетілдіруге, адамдармен тез қарым-қатынас ұстауға, әрі өз бойындағы маңызды қасиеттерді тануға көмектеседі. Оқушылар 10 сыныпта қыркүйек айынан бастап жазған жұмыстарын сәуірде тәмамдап өткізеді. Барлығы ағылшын тілінде жазылады. Осы жылы бағдарламаға аздаған өзгерістер енгізілді. Оқушылар 4 пән бойынша емтихан тапсырса, қалған 4 пәннен жасалған портфолио мектеп қабырғасында тексеріліп, ал халықаралық мұғалімдер жұмыстардың деңгейін растайды. Наша школа уникальна тем, что она включает в две программы. Международную программу и казахстанскую. По окончании средней школы по международной программе мы получаем сертификаты, если сдали экзамен на средний балл. И я очень рада, что я училась в этой школе и прошла этот экзамен. Халықаралық Алматы мектебінің негізі 2000 жылы қаланды. Халықтық білім беру кеңістігіндегі жаңа деңгейлі мектеп инновациялық білім беру бағдарламаларын қолданады. Мектепті бітірген түлек қазақ, орыс, ағылшын және француз тілдерін меңгеріп шығады. Сабақ таңғы сағат 8:30-нан кешкі 5:30-ға дейін жалғасады. Оқу ордасында сурет салу, актерлік шеберлік сабақтары өтеді. Бүгін біз факелді алдық. Бұл факел біз үшін өте керек. Сонан бұл жыл біз Moderation экзамен жазаймыз. Бұл Moderation экзамен біз үшін өте пайдалы. Сонан біз университетке барғанда ол бізге пайдалы болады және жәрдем етеді. Сертификаттарды табыстау барысында әр оқушының бейімділігі қабілеті айтылды. Бұдан түсінетініміз халықаралық бағдарлама оқушының қай бағытқа бейімдеу келетінін анықтауға көмектеседі. Шара кезінде 11 сыныптар ізбасарлардан білім шырағданын табыстап, академиялық бас киімдерін ұсынды. Ал 10 сыныптар өз жағынан құттықтау видео түсірілімін көрсетіп, бітірушілерді бір қуантты. Шара соңында ата-аналар сөз сөйлеп, ұстаздарға деген шексіз алғысын білдірді.